Заманауи технологиялар дәуірінде баланың білім алуын жеңілдетуге бағытталған тың жобалар көбейіп келеді. Солардың бірі тараздық ұстаз ойлап тапқан мобильді қосымша. Бұл бастама білім беру саласындағы инновацияның тағы бір жарқын үлгісі ретінде бағалануға Рестарт онлайн мектебінің ашылғанына небәрі 1 жыл болса да, осы уақыт ішінде оқушыларға арналған веб бағдарлама ойлап тапқан. Академияның бұл туындысымен әріптесім танысып қайтқан еді. Рестарт онлайн академиясы оқушының тек өзіне арналған жеке даму траекториясы бойынша білім береді. Мұнда ерекше жоба баланың жан-жақты дамуына және сабақ тақырыбын толықтай түсінуге мүмкіндік береді дейді мамандар. Дегенмен академия тек мұнымен шектелмейді. Одан бөлек оқушыларға арналған мобильді қосымша негізінде жасалған веб бағдарлама арқылы да білім береді. Рестарт мектебі онлайн мектеп. Ол жерде 1-9 сыныптар оқиды. Математика, логика, ағылшын тілін платформа арқылы тереңдетіп оқытуға тырысамыз. Сонымен қатар бізде негізінен 3 направление бойынша жұмыс жасаймыз. Біріншісі ол баланың мінез құлқымен жұмыс жасаймыз. Келген бала міндетті түрде диагностикадан өтеді. Психологқа кіргіземіз, психологиялық картасын анықтайды. Одан кейін барып менторларға кіргіземіз. Менторлар дегеніміз олардың бір сөзбен айтқанда математика, ағылшын тілін жетік меңгерген, оларға ағасы, әпкесі ретінде поддержка жасай алатын кісілерді қойып отырмыз. Сол кісілермен диагностика өтеді. Мамандардың айтуынша бұл қосымша басқа жобалардан өзгеше жаңа туынды. Интерфейсі қолдануға ыңғайлы, ата-ана әрдайым баласының жетістіктерін бақылай алады. Ал оқушы әр орындалған тапсырмаға ақшалай сыйлықтар алады. Әр апта сайын орындалған тапсырмаларға сәйкес қорытынды емтихандар өткізіледі. Мамандар алдағы уақытта жобаны одан әрі жетілдіру жоспарда екенін айтты. Жобаның алғашқы нұсқасы дайын болған соң, оны сынақтан өткізу барысында 1000-нан астам оқушы қолданған. Алғашқы пайдаланушылар тарапынан оң пікір алып жатыр. Бұл жақта бізге ата-анаға ең ыңғайлысы, мысалы біз кез келген уақытта үйде отырып, кез келген жерде отырып, жаңағы өзіне керекті тапсырмаларды математика, ағылшын, логика, кез келген уақытта отырып, үйде отырып орындай береді бала ең ыңғайлысы. Және де балаға бұл жақта екі жақты бақылау болады. Яғни біріншісі бұл жаңағы платформа арқылы дейді, және екіншісі жаңағы лайв сабақтар. Жобаның техникалық бөлігін автор IT саласындағы жергілікті мамандармен бірлесіп әзірлеген. Олар Android және iOS платформаларына арналған қосымшаны жасап, бүгінде оны Play Market пен App Store дүкендеріне жүктеуде. Жоба авторы болашақта қосымшаны бүкіл республика мектептеріне енгізіп, мазмұнын кеңейтуді жоспарлап отыр. Ақмарал Ғалиқызы, Байғани Бүркітбай, Айқын ақпарат.